Шымкент Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан республикалық маңызы бар қалалардың бірі болса, алып жатқан ауданы бойынша Қазақстандағы бірінші қала болып табылады. Қайырлы күн баршаңызға. Шымкент қаласы және Шымкент қаласының маңайындағы туристік нысандарды сіздерге 4 күндік маршрутпен көрсететін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Біз қазір Шымкенттен Сайрамға жолға шығамыз. Ибрагим ата кесенесі. Сайрам тұрғын алабының солтүстік батыс бөлігінің шетіндегі биік төбеде орналасқан. Ибрагим ата Қожа Ахмет Яссауидің әкесі, беделді отбасынан шыққан, егіншілікпен айналысқан, сондай-ақ уағызшылық қасиеті болған. Сонымен қатар ізбасарларына исламнан сабақ берген. Кесене ортағасырлық Орта Азия сәулетінен тән 4 бұрышты бір камералы күмбезді құрылым. Қараша Шана Қожа Ахмет Яссауидің анасы, шын есімі Айша бибі. Ол Сайрамдағы атақты Мұса шейхтің қызы болған. Қараша Шана сол вақыттағы әйелдердің ең білімді, тәрбиелесі болған. Бай және әулетті отбасынан шыққан Қараша Шана адамдарды емдеп, олардың түстерін болжай алған. Атақты Қараша Шана көп уақытын өз балаларының тәрбиесіне ғана емес, көмек қажет адамдарға да қол ұшын созған. Осылайша ол өз ауылына өзінің аналық қасиетімен танымал да, сыйлы бола алды. Аңыз бойынша сол уақыттағы күмбездің басына Айша бибінің қара шашының бір талы ілінген тұғын, алайда ол кейін жоғалып кетті. Біз дәл қазір ежелгі Испиджаб қаласының аумағында тұрмыз. Бүгінгі күнде Сайрам атауын иеленген бұл мекен ежелде ислам діні мен сауданың ірі орталығы болған. Сонымен қатар бұл киелі мекенде атақты сопы Қожа Ахмет Яссауидің ата-анасы Ибрагим ата және Қараша Шана кесенелері орналасқан. Зиярат етуші жандар алдымен осында табан тіреп, ата-анасының батасын алады, содан кейін ғана Түркістанға жол тартады. Біз қазір Сайрам тұрғын алабындағы Алтын Джорджа кафесіне келдік. Ал қазір енді самсалардың дәм татайық. Өте дәмді. Біз Сайрамнан Отырар ауданына жолға шықтық. Отырар Қазақстанның орта ғасырлардағы әйгілі қалаларының бірі. Қаланың қалдығы Отырар төбе деген атпен белгілі. Қазіргі оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданының Шәуілдір елді мекенінің жанында орналасқан. Отырар орта ғасырлық ұлы ойшыл Әбу Насыр әл-Фараби туған аймақ астанасы ретінде кеңінен танымал. Отырар орнында елді мекеннің пайда болуы біздің дәуіріміздің бірінші ғасырларына сәйкес келеді. Отырарда сонымен қоса ғажайып үлкен қыш ыдыстар, құмдар көптеп кездеседі. Олардың кейбірінің үлкендігі адам бойындай зор болып келеді. Ол ғажайып ыдыстарда құмыраларды астық жем сақталатын болған. Қазір Отырар қазынасының аса бір көзге елеулі көрінетіні оның керамикалық ыдыстары, күміс, қола құмғандары және түрлі қыш қақпақ дастархандары. Әсіресе Отырар керамикалары өзінің композициялық құрылымы жағынан, ою өрнектерінің күрделігі, ерекшелігі жағынан назар аударады. Қаншама ғасыр өтсе де, табақтардағы бояулар өз сапасын жоймаған. Бояу түрлерінің бір-бірімен жұмдасуы, әдемі нақышты өрнегі, жасалу сапасы берік. Кейінгі қазба жұмыстарының нәтижесінде Отырарда сәулетті сарай, мешіттердің болғанын дәлелдейтін олардың қалдықтары аршылып алынады. Арыстанбаб кесенесі көне Отырар жеріндегі сәулет өнері ескерткіші. Түркістан халқының арасында мұсылман дінін таратушы Қожа Ахмет Яссауидің ұстазы болған Арыстанбаб ата қабірінің басына салынған. Кесене дәлізхана, мешіт, құжырахана,
азан шақыратын мұнара сияқты жеке бөлмелерден құралған. Қазіргі кезде бұл кесене орталық Азиядағы қажылық міндетті өтейтін мұсылман киелі жерлерінің бірі болып саналады. Ömür жасын ұзағы, Яраптың тілден көзі сақта сифырды болатында, бәледе жалын қауыпқа дедікті. Яраптың айжан болатын қармызын жолдарын шаға ашар деді. Бағын жолдашы, отбасырып балашаға немері шүйір ересіңіз, ұрпақтарын хариф, исламар, ғалымлардың, ұламалардың, әділ басшыларын ержүйіп бағындар болыңыз. Яраптың қармызын қызметін кәсімді дергетті, абырой аттыр, меккеге келген қажыл табарыңыз. Отырар ауданынан киелі шаһар Түркістан қаласына жолға шықтық. Керуен сарай Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне қарама-қарсы Әзірет Сұлтан мәдени қорығының буферлік аймағында 20,5 гектар аумақта орналасқан. Кешен ішінде Жібек жолы дәуіріндегі саудагерлер мен қолөнершілер көшесі, ұшатын театр, ат шоуын өткізуге арналған амфитеатр, шығыс базары, сауда сөрелері мен бутиктер, қонақ үйлер мен мейрамханалар, спа және фитнес, кинотеатр, отбасылық ойын-сауық орталығы бар. Қазақстанның Венециясы аталған аймақта күнделікті кешкі әуенді субұрқақта көріністер ұйымдастырылып отырады. Шымкент қаласынан Өзбекстан астанасы Ташкент, Өзбекстанның ең заманауи қаласы, сонымен қатар оның астанасы. Ол соңғы 10 жылдықтарда салынған ежелгі кесенелер мен заманауи ғимараттарды үйлесімді түрде біріктіреді. Инфрақұрылымы өте жақсы дамыған және туристердің жайлы демалуы үшін барлық жағдайы жасалған қала. Ташкент қаласына бару сәулет ескерткіштеріне, діни ғибадатханаларға, мұражайларға және үлкен базарларға барудан көптеген әсер қалдырады. Қала гастрономиялық туристер үшін ерекше қызығушылық тудырады. Сирек кездесетін әлемдік Астанада ашық ауада дайындалған тағамдары және көптеген ұлттық тағамдар мейрамханалары бар. Рахмет. Чорсу базары Өзбекстан мен Орта Азиядағы ең ірі базарлардың бірі. Ташкент қаласының ескі бөлігінде ескі шаһар деп аталатын Алмазар ауданындағы Навой көшесінде орналасқан. Чорсу базары орта ғасырларда белгілі болған және Ұлы Жібек жолында үлкен маңызға ие. Хазраси имам ансамблі Ташкенттегі діни кешен. Ансамбль Ташкент қаласының имамы, ғалым, Құран мен хадистің білгірі, Ташкенттегі исламның алғашқы уағызшыларының бірі, ақын және қолөнерші Хазрати имамның қабіріне жақын жерде тұрғызылған. Мұнда шығыс қолжазбалар кітапханасы және халифа Усманның Құраны орналасқан. Құранда 353 үлкен пергамент парағы бар. Алдымен Құран Мединада, содан кейін Дамаск пен Бағдатта болды. Бағдаттан Самаркандқа Құранды Тамерлан тасымалдады. 1869 жылы Усманның Құраны Санкт-Петербургке әкелінді. Онда оның шынайылығы дәлелденді. Сол жерден Құран Уфаға берілді. Содан кейін Усманның Құраны Ташкентке жеткізілді. Ташкентте сақталған Усман Құраны Құранның жалғыз түп нұсқа қолжазбасы. Палау Өзбекстанның негізгі гастрономиялық бренді, ал Ташкенттегі палаудың басты орталығы Бешқозон. Ташкент қаласындағы ең танымал палау орталығы Бешқазанға келдік. Онда күн сайын 10 тонна палау дайындалады. Бұл ерекше орын тек тамақ ішетін орын ғана емес, сонымен қатар өзінің ерекше атмосферасының арқасында Астананың танымал көрікті жерлерінің бірі. Сонымен қатар Бешқозон тікелей Ташкент телемұнарасының етегінде орналасқан. Ол өзінің барлық 375 метрінің орталықтан керемет көтеріледі, ал кешке керемет жарықпен жарқырайды және таңданарлықтай көңіл күй қосады.
Magic City қайдасың? Magic City заманауи ойын-сауық саябағы. 21 гектар аумақты алып жатқан бұл саябақта балалар аттракциондары, лазерлік кинотеатр, әнге билейтін су бұрқақ және орталық Азиядағы алғашқы аквариум кіреді. Мұнда балаларға арналған ойын-сауық саябағынан бастап түрлі мейрамханалар бар. Шымкент қаласынан 60 шақырым жерде орналасқан Ақсу каньоны. Барлықтарыңызға белгілі, Шымкент қаласынан 60 шақырым жерде орналасқан Ақсу каньонына жақындап қалдық. Қызықтар алда, сол үшін бізбен бірге болыңыздар. Ақсу жабағылы мемлекеттік табиғи қорығы Талас Алатауының солтүстік батыс бөлігін және Өгем жотасын алып жатқан Қазақстандағы тұңғыш қорық. Ақсу жабағылы Қазақстанның ең көне қорығы. Сонымен қатар орталық Азиядағы ЮНЕСКО биосфера қорығы дәрежесін алған ең алғашқы қорық. Теңіз деңгейінен 1000 метрден 4280 метр аралығындағы биіктікте Тянь-Шань тауларында орналасқан. Ақсу жабағылы қорығының жерін Ақсу өзенінің аңғары жарып өтеді. Өсімдіктер дүниесі әр алуан. Қорықтың жануарлар әлемі де өте бай. Ақсу жабағылы қорығы табиғаттың нағыз ғылыми лабораториясы. Онда ғылыми зерттеу жұмыстары үзбей жүргізіледі. Ақсу каньоны Ақсу жабағылы қорығының аумағында орналасқан. Орта Азия бойынша ең үлкен және ең терең каньондардың бірі. Оның тереңдігі 300-ден 500 метрге дейін, жоғары шеттері 800 метр, ал ұзындығы 30 шақырымды құрайды. Өзен суы тасып ағу кезінде Ақсу өзені көгілдір болып көрінеді. Бірақ жыл бойы өзен түсі мөлдір және суы салқын болады. Осындай керемет көрініске куә болып, ары қарай Шымкент қаласына жолға шықтық. Шымкент қаласындағы қайнар қонақ үйіне келіп тұрақталдым. Ары қарай Шымкенттің кешкі вайбын сезіну үшін Арбатқа жол тартамын. Ал мен таксиім келді. Арбат бейбітшілік даңғылында орналасқан жаяу жүргіншілер аймағы. Ол 2018 жылдың маусым айында Астана күні қарсаңында ашылды. Аймақ аумағында жайлы демалуға барлық жағдай жасалған. 700-ге жуық шырша, каштан, ақ қайың және 1000 раушан көшеттері отырғызылған аймақтың аспанында 12 періште қалықтап тұрады. Қала жастарының тынысын сезгіңіз келсе, міндетті түрде кешкі серуенге келіңіз. Қайырлы күн, бүгін соңғы күн болғандықтан Шымкент қаласын аралаймыз. Біз қазір Шымкент қаласының ең биік нүктесіне келдік. Мұнда сіздер Шымкентті алақандағыдай көре аласыздар. 10 метрді құрайтын фигура рекордтық уақытта небәрі 20 күнде мыстан жасалып соғылған. Мен қазір Қазына этно-тарихи комплексіне келдім. Бірге шолу жасайық. Бәйдібек би ескерткішінен оңтүстік шығысына қарай жалпы ауданы 76,4 гектарға құрайтын Қазына этно-тарихи кешені орналасқан. Келесі нысан Асқанбай Асқаров атындағы Дендра саябақ. Дендра парк. Жасыл қала атауын иеленген бұл мекенге келе қалсаңыз, негізі 1979 жылы құралған Дендра саябаққа кірмей кетпеңіз. Аумағы 151 гектар алатын бұл бақта 500 мың ағаш, 1360 бота түрі, Қазақстанда басқа еш жерде өспейтін өсімдік түрлері отырғызылған. Сонымен қатар, Қазақстандағы алғашқы қызғалдақ та осында отырғызылған. Саябақта Дінмұхамед Қонаев, Нұрсұлтан Назарбаев, Мұхтар Әуезов, Асанбай Асқаров, Сүлеймен Демирел сияқты атақты тұлғалар қолымен отырғызылған ерекше аллея бар. Асанбай Асқаров атымен аталған бақ қазіргі таңда өңірлік маңызы бар ерекше қорғалатын аумақ болып табылады. Бір ғана нысаннан 2200 жылдық тарихты көруге болатын білдіңіз бе? Қазір біз дәл сол тарихи орында, яғни Шымқала
тарихи мәдени кешенінде тұрмыз. Ашық аспан астындағы бұл кешеннің негізі 2021 жылдың 31 наурызында қаланған. 1843 экспонат жиынтығы бар кешенде аумағы 476,6 шаршы метрді құрайтын 3 экспозициялық зал орналасқан. Сонымен қатар кешен аумағынан жер асты музейі, ұстахана мен ұстаның баспанасы, зындан мен хауызды тамашалай аласыздар. Цитадельді тамашалап, бір сәтке болсын өткен ғасырларға қайта оралғыңыз келсе, осында келіңіз. Дәл қазір Сейітжан Қари Есжанұлы атындағы мешітке келдік. Ал енді бірге ішіне шолу жасайық. Сейітжан Қари Есжанұлы атындағы үлкен мешіт. Бұл Шымкент қаласының ғана емес, Орта Азиядағы ең көрнекті, рухани бағыт-бағдар беретін орындардың бірі. Дін мен дәстүр қиылысып, әдемі үндестік пен үйлесімділік ұштасқан 3-ші мегаполистегі Сейітжан Қари Есжанұлы атындағы үлкен мешіт. Мешіттің теңдесі жоқ ғажап сәулет құрылысы мен қазақи нақыштағы ою-өрнегі көздің жауын алады. Жаңа технологиялы заманауи мешіттен шыққан азан үнін қаланың біршама бөлігінен естуге болады. Сондай-ақ гүлзарлар мен субұрқақтарды тамашалап, ауқымды кітапхана қорынан ғұлама ұстаздардың біліміне сусындап, жан тыныштығына бөлене аласыздар. Жалпы құрылыс аумағы 12 гектарды қамтитын мешіттің сыйымдылығы 12.000 адамды құрайды. Ақ мәрмәрмен қапталған мешіттің сырт бейнесі көздің жауын алады. يشع بها